Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін жаңа рецептпен осындай тәтті, дәмді, әрі тез, оңай жасалатын женттің түрімен бөлісетін боламын. Ол үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қолдап отырыңыздар. Оңай, тез жасалуға ыңғайлы, кез келген қыз-келіншектер үйден жасап көрсеңіздер болады. Ол үшін бізге бір кесе осындай талқан керек. Және мен осы 10 штук юбилейный печеньесін алып алдым. Қазір осыны үгітемін. Бізде варенка керек, осындай орта кеседен артық. Және мен бетіне сәндік үшін осындай жаңғақты алдым. Енді қалай жасаймыз? Қараңыздар видеоны әрі қарай. Ең бірінші мынау печеньеміздің барлығын ыдысымызға салып аламыз. Және менде блендер ондай ешнәрсе жоқ, сондықтан мен осындай оқтаудың басына салафанды кигізіп, осылай үгітіп аламын. Жем істегенде мен осылай жасаймын. Енді алдағы уақытта барлық құралдарды алғаннан кейін оңайырақ болады деген ойдамын. Кішкене каналымды дамытып алайын. Сіздер қолдап өтіңіздер. Міне мен печеньенің барлығын үгітіп алдым осылай. Осыған енді бір кесе талқанымызды саламыз. Талқанымызды салып, осылай қолмен араластырып береміз. Енді мен кешкі шайға дайындап жатырмын. Міне осылай. Енді қазір үлкен қасықпен осылай варенканы алып салып аламыз. Енді араластырамыз. Маған енді осылай араластырған ыңғайлы. Перчатка киіп жасасаңыздар, өздеріңіз білесіздер. Енді бұл қонаққа емес, үйдегі отбасы мүшелеріне. Маған осылай ыңғайлы болып тұр. Міне осылай. Барлығын араластырып аламын. Шайға өте дәмді, әдемі оңай жасалатын женттің түрі, сондықтан жасап көруді ұмытпаңыздар. Рецепті төменгі описание бөлімінде қалдыратын боламын. Мен варенкам көп болып кетпесін деп кішкене алып қалған болатын. Енді оны да салу керек болыпты бізге. Міне кеседегі қалған варенканы да салып алдым. Енді осылай барлығын араластырып шығамын. 5 минутта уақыт кетпейді осының барлығын араластыруға. Енді қазір жасалу жолын көрсететін боламын. Арнайы формада да жасауға болады, бірақ мен енді қолмен жасаймын. Видеоны түсіріп болғанша біздің үйдегі балалар да шыдамсызданып жатыр. Міне, осындай жұмсақ бізде дайын болды жентіміз. Енді осыны қалай жасаймыз? Мен енді мына ыдысымыздан көрінетін ыдысқа салып алайыншы, осылай болсын. Сіздерге де түсінікті болсын. Міне, жасап жатқанда неше штук шығатынын қазір көретін боласыздар. Міне осылай құрт тәріздес қылып, айналдырып, міне, осылай жасай бересіздер. Маған енді осылай жасаған ыңғайлы. Қонақ келгенде әсіресе тез жасап болғаннан кейін холодильникке әдемі кішкене қатсын десеңіздер, салып қоясыздар жарты сағатқа, сосын қонақтарыңызға ұсына берсеңіздер болады, үйдегі отбасы мүшелеріңізге. Енді дәмі деген керемет болады. Дәл осы рецепт бойынша енді жасап көріңіздер. Ерекше дәмді, тез әрі оңай жасалатын осындай женттің түрін сіздерге ұсынып жатырмын. Міне, өздеріңіз көріп тұрғандай, қалай әдемі болып тұр. Енді қонақ келгенде қарап тұрсаңыздар, бір 3-4 жерге жасайсыздар ғой, шағын тәрелкеге. Сондықтан бір кесе жент, бір кесе орта кеседен артық жаңағы варенкамыз қажет. Және бізге
керек болғаны құр 10 штук печенье, иә? Өздеріңіз көріп тұрғандай, жаңа қалай езгенін, қалай үгіткенін көрсеттім сіздерге. Міне осылай тез-тез жасап шығамыз. Үлкенірек қылып жасасаңыздар да өздеріңіз білесіздер, бірақ енді қойғанда сүйкімді болсын, әдем болсын десеңіздер, осындай көлемде жасағандарыңыз дұрыс деп есептеймін. Оңай алынып жатыр. Айналдырғаннан кейін жабысып та жатқан жоқ қолға. Міне, осылай барлығын сіздерге түсінікті болсын деп мен жасап көрсетіп жатырмын. Мен көбінесе көз мөлшерінде жасағанды ұнатамын. Бізге енді кішкене варенкамызды жаңағы бір варенкамыздың қалғанын ыдысымызға құйып алдық. Қазір ол бізге керек болады. Сондықтан видеоны толық көруге тырысыңыздар. Видео қыз-келіншектер немен айналыссам болады деп жүрген жандар болатын болса, нағыз осы бизнесті қолға алсаңыздар да болады. Ол енді көпшілікке жасағаннан кейін міндетті түрде қолдарыңызға перчатка киіп, дәл осы рецептпен бір емес, екі емес, 3 есе қылтып молырақ жасап сатсаңыздар болады. Бұл енді өте жақсы бизнестің түрі деп есептеймін. Бұл біріншіден уақытты алмайды, екіншіден тез әрі жылдам дайындалады, пісіріп жатпайсыздар. Тек қана дайын нәрселерді салып, біріктіріп, осылай жасайсыздар. Арнайы ыдыстарын сатып алсаңыздар болады өздеріңіз. Міне, әлі жартысы біткен жоқ. Сонда да қаншама штукты жасап тастадық біз. Міне, 18-ші. 40-тай штук шығайын деп тұр ғой. Алдағы видеоларды көрсеңіздер де болады жүктелген каналыма. Ол жерде де мен 40 самсаның рецептімен бөліскен болатымын. Өзіне болса да 40-40-тан жасайтын болдым ғой өзі. Талқанды дастарханға қойсақ көбінесе желінбей жатады ғой. Ал жент қылып жасасаңыздар өте әдемі де. Сондықтан шайға да әдемі. Жолдасым да, қыздарым да барлығы жақсы көреді. Қонақ келгенде де кейде жасап жатамын. Үлгіріп жатсам. Қонақ келгенде мен көп нәрсені үйден қолдан жасағанды жақсы көрем. Дүкеннен сатып алғаннан көрі. Үйдің нәрсесіне еш нәрсе жетпейді деп ойлаймын. Мен осылай бүгін мен қолдан жент жасап көрдім. Үйлеріңізде бір кесе талқан болса болғаны, осындай әдемі жентті жасауға болады. Міне мен сүйікті көрермендерім, мен барлық жентті жасап шықтым. Осындай бір емес бірнеше түрі шықты. Шағын тәлкеге 3 жерге жасасаңыздар болады, үлкендеу тәлкеге 2 жерден жасасаңыздар болады. Варенканың қалған түрін алып қалдым. Енді сіздер, егер де үйлеріңізде ақ шоколад болатын болса, соны ертіп, онда пайдалансаңыздар болады. Енді осы жентіміздің үстіне осылай ғана ақырын батырып аламыз. Былай қойып шығамыз. Келесін аламыз. Оны да батырып шығамыз. Үшіншісін аламыз. Оны да осылай батырып шығамыз. Жентіміздің үстіне осылай орехтан қойып безендірсеңіздер болады. Әдемі сәндік үшін. Міне осылай қойып шығасыздар. Міне мен өздеріңіз көріп тұрғандай, осылай жарты бөлігін варенкаға
батырып шетін ғана және бетіне орехтардан қойып шықтым. Дастарханымыздың сәнін келтіру үшін енді мен екінші түрін жасаймын. Қараңыздар, осы сахарный пудраның үстіне осылай ғана батырып алсаңыздар болады. Міне. Басқаша болып тұру үшін. Ал егерде маған ондай ұнамайды десеңіздер, олай жасамасаңыздар да болады. Міне мен барлық женттерді осылай жасап шықтым. Бізде 32 штук шықты. Енді 40 штук шығатын еді жаңа. Қыздарым жүгіріп келіп арасында жиып үлгеріп жатыр. Міне дастарханға қойсаңыздар да әдемі. Жасап көруге ұсыныс білдіремін. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қолдап отырыңыздар. Міне менің барлық жасаған женттерім осылай әдемі болып дайын болды. Өздеріңіз көріп тұрғандай, дастарханымыздың сәнін келтіретін осындай үйден тез оңай жасалатын женттерді сіздер де жасап көріңіздер. Ол үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қолдап отырыңыздар. Сіздерден қолдау күтемін. Осындай басталып жатқан каналдардың бастауына үлкен үлестеріңізді қосып жатқан жандар үшін алғысымды білдіремін. Енді қазір дәмін көрейік, қалай болғанын. Міне, біреуін алдым. Мен енді біреуіне сахарный пудраны септім. Қалғанына осы қалпында қалдырдым. Варенканы батырып, осындай орехтардан да салып шықтым. Сіздерге енді қандай түрі ұнайды, солай жасап көрсеңіздер болады. Міне ортасы осындай. Дәм деген күшті. Шайға үйден жасап көріңіздер. Сау болыңыздар. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.